неге біздің жерді Қытайға сатады? Неге арендаға береді? 25 жылға емес, 25 минутқа да арендаға бермейміз жеріміз. Почему нас свяжут? Нет, ну почему нас арестовывают? Мы же ничего не делаем. 21 мамыр күні қарсаңында халықтың қаһарынан қорыққан Назарбаев қандай да тәсілмен болмасын бейбіт шеруді басуды бұйырды. Осы жоспарды іске асыру барысында наразылық шеруінен бірнеше күн бұрын азаматтық қоғамның жүздеген белсендісі ұсталды. Мемлекеттік телеарналарынан тәртіпсіздік дайындаудамыз деген жалған ақпараттар таратылды. Но у кого-то вместо предложений мирного диалога арматуры, бутылки с зажигательной смесью и канистры с бензином. Стражам порядка удалось найти эти заготовки для беспорядков в нескольких местах Алматы. Сол баяғы харам пиғылмен алдын ала ұйымдастырылған шара. Себебі халықтың бейбіт наразылығын басу үшін жасақталған қарулы күш керек болды. Таң атпай ОМОН, СОБР, полиция және ішкі істер департаментінің бүкіл техникасы қауіпсіздік және лаңкестіктің алдын алу үшін көрсетілген сыңай. Ал шын мәнінде бұл еліміздің қалалаңдарына бет алған бейбіт халықты тарпа бас салып арандату үшін жасақталған қара күш екеніне куә болдық. Өздерінің қатыгездіктерін ол жөндептер заңмен ақтағысы келетінін қайтерсің. Будьте добры со мной, пройдемте. Нет, закон Республики Казахстан. Именно закон вас прошу, пожалуйста, пройдемте. Жерге шығушыларды ұрып сүйреді, қолдарын қайырды, озбырлық көрсетті. Халықтың рухын бәрібір сындыра алмады. Полиция бөлімшесінде ұсталып отырса да, өз істеріне сенімдегендерін ашық айтты. Сижите 15 суток по барабану, я за свою родину. Мне даже завтра стыдно не будет смотреть своим детям в глаза, что я за наше будущее, за нашу страну, за наш народ выходил на митинги, отстоял эти земли. Сонымен тоғыздарын айтсақ, 2016 жылдың 21 мамыр күні еліміздің тарихына Назарбаевтың қылмыс диктатурасын ауыздықтаудағы алғашқы қадам ретінде енді. Еліміздің табиғи байлығын әділ бөлу жолындағы күрестің алғашқы дүрбі жерде. Жер байлығы мұнай газдан түскен пайда да халықтікі.